Сіздерге құрметті Астананың қонақтары, менің қазақ жұртым. Жаңасыз жеті жұлдызды сәні деп жатыр. Мен Америкадан бақытты Қазақстанда өмір сүріп жатырмын. Төбемде жеті қарақшы көрініп тұрады. Құшағымда жеті балапаным бар. Бүгін ақпанның 21-і, бүгін 21-ші маусым. Шілде ол 3 рет 7 саннан құралған. Өткенде мен 1 ай бұрын маусымда Түркістан қаласында жыркешімді өткіздім. Сонда ол қасиетті күнмен қарсы келді. Бүгін мінекей жыркешімен ұстасып жатыр. Мен себебі Жетісудың қызымын, 7-ші ақпанда өмір сүрген өмірге келгем. Сондықтан мен Асылзаттың бүгін кешіне келіп отырмын. Асылзат дегенге мен сөзім жетпейді, оны тек өлеңмен айтам. Оқығанда жырыңды жай табатын Асылзат, бір айтпаған сырымды айта алатын Асылзат, қиыстырып қиыннан ой табатын Асылзат, асыл сөздің ұстасы, ой тоба ақын Асылзат. Бір өлеңнің қақпасы, айқара ақын Асылзат, бір асылдың сынығы байқалатын Асылзат, орақ тілді отауыз кәусар жылдың бұлағы, қайран қалып жарбасым шайқалатын Асылзат. Моншақтары бір тізбек, өлеңдері жыр тізбек, Астананы жаңғыртты асыл атты бір қыз кеп. Моншақтарың маржаннан тізіп алған Асылзат, саған риза жалғанда қызы бар жан Асылзат. Әр таң атар өлең боп қызық жалған Асылзат, көктем жазың жайнасын күзің алдан Асылзат. Моншақтарың бір тізбек, өлеңдерің жыр тізбек, көгімізде асылым жайнай берші жұлдыз боп. Енді мынау мен Қызылорда деген жерге өте қатты басым дейім, топырағынан айналайын. Себебі мені қазақ халқына табыстырып жатқан Қызылордадан Бауыржан Сапар WhatsApp арқылы үйрендім деген өлеңімді таратып жатыр. Сол өлеңімді өзім оқып берейін. Жақсылықты асыру